Мен түскі сағат 2-ге дейін ұйықтаппын жота бүгін деген бар емес па? Кеше түнімен деген көрші иттермен қыдырып ек деген ары бері жүріп бүгін ұйықтап қалыппын деген. Франклин не істеп отыр? Франклин де ұйықтап отыр ма? Мәссаған, бұл менің егем ғой мынау деген. Мәссаған, бұл да ұйықтап жатыр ма не? Екеуміз де бірдей ұйықтаппыз ғой енді деген. Так, енді бүгінгі менде не істесем болады екен? Не қызық болып тұр? Так, бассейнге түссем екен деп тұрмын әлде. Давай бір бассейнге түссекші кәне. Ойбай, мен деген бірақ жүзу білмейтінем ғой. Ойбай шық деген. Ойбай достар, басып кетіп жатырмын мен деген судың ішіне деген. Мәссаған. Ойбай, құтқарыңдар, Франклин құтқарыңдар. Ема достар, мен батып жатырмын мынаның ішіне деген. Ойбай, әрең дегенде шықтым ғой мына судың ішінен деген, батып өліп қала жаздадым ғой. Майо деген. Мәссаған, ана Франклин де тұрмайды, мен үріп жатырмын, сонда да тұрмайды, ұйқы бас деген. Олай болса мен деген Франклиннен өкпелеп қалдым. Короче, Франклинге деген кеттім мен деген, қалаға қарай шығып қайтайын бір өзім, жалғыз өзім. Франклинде мен соңғы кездері осы қалаға апарып қыдыртып жүрген жоқ бар ғой, осы бір түрлі болып жүр. Осы Франклин бар емес пе? Осы бір жаңа үйге көшеміз ау деймін біз деген. Жота мынаяқтың бәрі тып-тыныш қой, біздің үй деген. Жота кеттік, ал олай болса деген көшеге шығып бір қыдырып қайтайық. Көшеге шықпағанға да біраз болып еді деген, көрші иттермен танысып деген сияқты. Мен барып солармен танысайын, одан да деген мына асты жақта бір иттер үретін еді, постоянно деген бар емес пе? Солармен барып танысып қайтпадым ба иттерді деген. Оппа, ана жақта бір қыз кетіп бара жатыр. Мәссаған, мен қазір соны тістеп алсам екен әлде деген. Қазір үйіне кіріп кетті ғой, мен деген жүгіріп барып тістеп алайын да оны деген. Менен қорқсын ол қыз. Кәні. Мәссаған. Болды, мен деген адамдар тістеп тастадым, өлім. Мәссаған, мынан деген мен қатты тістеп қойған сияқтымын ғой. Мынау деген шынымен де өзінен кетіп қалды ма? Мәссаған, енді не істейміз достар? Қараңдар, қан шығып жатыр мына жақта деген, менің іздерім көрініп тұр. Достар, мынау деген шынымен де ауырып жатқан сияқты, мынаған көмек шақыру керек срочно деген. Мәссаған, бекер тістеппін ғой мен мына адам деген. Мынау кім дағы? Сен менің қалсайым не тістеп алғансың ба не? Бері кел, қазір мен сені тістеп тастаймын. Ойбай, брат, кешірші, майя деген байқаусызда тістеп алдым мен деген, кешірші. Анау менен ірілеу еще дәу екен ғой. Бері кел, айырам көз сені. Достар, мынау деген. Мәссаған, мынау сол үйдің иті ма деймін. Ойбай, құрысын достар, қашайын мен деген. Бері кел, анау деген мен тістеп алмасын қазір деген. Мен иттермен төбелесіп білмеймін ғой. Анау менің артынан келе жатыр, қараңдар достар. Бері кел. Ойбай, достар, қашындар. Майо деген ана ит артынан жүгіріп келе жатыр мен деген. Мәссаған деген. Так, тоқта, сонда мен не чорт көріп тұрма не ана ит? Бері келе, төбелесесің ба паразам деген. Кел, ал төбелесеміз екеуміз деген. Бері кел. Мәссаған. Бері кел. Достар, төбелес басталды деген. Майо, мынау мен тістейін деп келе жатыр. Бері кел, мәссаған деген. Бері кел. Жек қоям мен деген, мықты чоппын мен деген, айрам бәрін. Все. Мынаны деген мен талап тастаған сияқтымын. Қараңдар, менің двойнигім сияқты екен мынау деген. Менің пародан ба бір нәрсе ғой. Ана жақта мен деген машинаға қағып кетті ма? Достар, мыналар мен сонда ит көрмей тұр ма? Датова, бері кел. Мынау деген бағана хазайын ау деймін, тұрып кетті ау деймін орнынан деген. Ана итіне бара жатыр, қақаға кете берсін олай болса деген. Деп қойып осылайынан еркіндікте жүрген жақсы емес па достар? Қараңдаршы, мәссаған, не деген рахат, ешкім сені ұстап отырмайды, өзіңмен өзің жүресің деген. Бой деген, базар жоқ. Енді мен деген сөйтіп жүрмін қазір деген. Франклин что-то ұйықтап жатыр екен, сол кезде пайдаланып осылайынан жүріп қалмасақ, ол деген әйтпесе мен деген байлап қоятын әдеті бар, анда-санда бар емес пе? Содан кейін кісенде байлаулы тұрасың, тамақта бермейді о бала дегенше. Что-то бұзылайын депті о бала. Анау кім тағы? Анау менің досым Бобик емес па? Бобик, родной, не істеп тұрсың сен ол жерде деген, Бобик? Чоп, мен ғой Бобик, бірақ сенің маған дәл қазір көмегің керек болып тұр. Менің дәл қасымда мынаяқта черный қабылан тұр ғой. Ойбай, қазір мынау мен жүгірсем, мынау мені тістеп алайын деп па, өлтірейін деп тұр. Осы Чоп, маған көмектесші, анамен төбелес аласың ба өзі сен деген? Не дейсің? Қабылан тұр дейсің ба? Кәні, достар. Анау деген мен досым Бобикті жиндеп отыр ғой, ана қабылан деген. Бері кел. Қазір мен мына қабыланды онда артынан барайын достар. Бобик, сен сол жерде тұра тұр. Мен деген қазір ана қабыланның артынан кеп құйрығынан тістеп алам. Мен бір рет тістесем болды, жібермеймін. Содан кейін құйрығын жұлып аламыз екеуміз деген. Сен сол жерде тұра тұр, мақұл ма? Чоп, айналайын, тез етсең зоғыр алатын еді. Әйтпесе мынаның мен деген бір түскі асын айналайын деп тұрмын. Бар ғой, қазір мына қара қабылан что-то ашуланып тұр. Мына мен тістейтін сияқты. Тездетші, Чоп. Болды, ойымдама Бобик. Қазір достар, қазір мен деген мына қара қабыланның артынан келем осылайынан деген. Міне тұр ғой мына қара қабылан деген. Достар, қазір
бүйтіп келеміз де қазір ооа мә саған. Мынау деген орнынан тұрып кетті достар, қашты деген, қолау керек артынан деген. Бері кел қара қабылан деген. Бері кел мә саған. Мә саған. Ма достар, мен деген қара қабыланды жеп тастадым, мен деген мынаны тістеп тастадым деген, қараңдар. Мәссаған, мен деген сонда қара қабыланға қарсы тұрыппын ба? Ма деген, мен Бобикке барып мақтануым керек қой, мен деген. Бобик, болды, смело шыға бер, мен деген қара қабыланды жеп тастадым, сенбесең жүр, ана жерде жатыр қан боп деген. Чоп родной, көп рахмет, сен болмағанда мен деген точно ананың түскасын айналатын еме. Көрдің бе, мен деген осындай доспын, мен деген керек кезде табылатын доспын, көрдің бе, сен деген қара қабыланнан құтқарып қалдым, сәл болмағанда деген сен ақарачкыма бір нәрсе болып кетейін деп тұр едің ғой, оны деген жүр, мен саған көрсетемін оны қалай тістеп тастағанымды. Короче, мен осылайынан артынан бір тістеп ем, ол деген қашты былай қарай. Содан кейін деген мына жаққа қарай жүгірді да мен былай келдім да тістеп алып ем, короче, мынаны дегенше мына осы жерде өліп қалды, короче деген. Қарай, тістерін қарай, мынаны көріп тұрсың ба, Бобик? Бобик, мен мынаның бәрін кімге айтып жатырмын? Босай тез кесе, Ойбай, Чоп, мен деген жай жүрем ғой, білесің ғой. Ойбай, мен кішкентаймын ғой, сен сияқты ірі емеспін ғой. Тездетсе, мен саған осының бәрін айтып отырмын ғой. Мынаны қара, мына жерде жатыр қара қабылан деген. Майо деген, көріп тұрсың ба? Не деген дәу, мынау ауыр ғой, көрдің ба, Мәссаған, Чоп, родной, сен деген действительно мықты екенсің, майо деген, базар жоқ. Давай онда сен деген төбелеске дайындайық, сен деген иттермен төбелес аптасында бір рет деген, осы бір жерлерде ит төбелесі болып тұрады, сол жерде, короче, жеңсең көп өмірінің соңына дейін жететін тамақтар, сүйектері береді. Мен деген ондай төбелесетін ит емеспін, просто деген саған көмектесу үшін мынаны тістеп алдым, қара қанын қара, мынаны жатқан деген. Жүр, олай болса, мен үйіме жүрсейші, мен үйімде тамақтар көп, Бобик, жүр кеттік деген. Бобик, қара мына жақта деген, қандай иттер жүрген, мәссаған, мыналар не істеп жүр, мен үй жағымда деген, не істеп жүрсіңдер жігіттер? Чоп деген сен ба? Мен ғой, Чоп деген, чотам айта көріңдер жігіттер, жайшылық па, сендер деген тапа болып келіп алыпсыңдар ғой мен үйіме деген. Сен біздің досымыздың хозяйын тістеп, өзінде тістеп жарақаттап кеттің ғой, больницада жатыр енді деген қазір ол. Неге тістеп кетесің оны? Жігіттер, кешіңдер, байқамай қалдым, мен деген бар емес па? Ойбай, сендер көп сияқтысыңдар, чота мен жеп қоймайсыңдар ма әйтеуір деген. Чота артынан қалмай келе жатыр ғой достар. Бобик, не істейміз, қашамыз ба мыналардан деген? Білмеймін. Чоп, сөйтеміз ау деймін, болмаса деген, мыналар чота бізді қоршап алды ғой айналамыздың бәрін. Жігіттер, қойыңдар, жабылмаңдар, бірге бір төбелесейік конкретно деген, чота болмайды мынау деген тірліктеріңе. Мен кеттім олай болса, Чоп, давай. Қорқпай, Бобик, майо деген, кеттім деген несе, жүр бірге қашамыз деген. Қаш, Бобик деген, аналар бізді қазір жек қояды деген, жүгір, Бобик. Мен қаштым, достар, аналар деген талпайып болып келіпті қазір деген, мен қолайтын шығар артынан деген. Мәссаған, аналар қолақ келатыр, мен деген, қараңдар. Достар, мыналар деген қолақ келатыр, мен деген артынан қашу керек. Деген достар, майо. Достар, нақты деген иттер қолақ келе жатыр мен деген. Ойбай, қашу керек маған деген, срочно қайтадан өз үйіме барып тығып аламау деймін. Мыналар деген достар, қараңдар, қолақ келе жатыр. Бобик, Бобик, не істеп жүрсің? Жүрсек ет қашамыз бірге деген. Чоп, сен деген дұрыс демегенсің ғой, ананы бекер тістеп алғансың, өзің кінәлісің, өзің қашып құтыл енді деген, мен араластырма бұл тірлікке деген. Достар, мына Бобик деген қуады екен ғой, мен сені бағана құтқардым ғой, қара пантерадан деген, қара қабыландан деген, көмектесей маған деген. Чоп, өзің бара берші, мен мыналармен біргемін, короче, саған қарсы төбелесем мен деген. Ал керек болса, достар, мына сатқын екен Бобик деген, қаштым мен деген, олай болса. Мына иттер мен қолақ келатыр, жота тістеп алатын ойы бар ау деймін, осы үйіме кіріп тығылып алайын, содан кейін олар деген маған тиіспейтін болады. Франклинге айтып берейін, олар деген, Франклин деген таза жынды ғой, атып тастайды олар деген. Франклин, мен деген анақта талпайып деген қолақ келе жатыр, көмектесші маған деген, срочно. Бірақ мынау деген менің тілімді түсінбейді ғой, деген. Франклин, көмектесші, сен бит шешейін де бұған. Чоп, тыныштық па, не болып қалды саған деген, чөті мені қайта-қайта түткірлеп жатсың ғой сен деген. Мынақта сен достарың келіп қалған ба? Сен дос тауып алғансың ба мына жерде деген, базар жоқ. Мынау хаски емес па, базар жоқ, хаски тауып алыпсың. Мынақта деген ит қырғын болып кеткен ғой, Чоп, сен деген жайшылық па, мына иттердің бәрін жайша жинап жүрсің ба сен деген? Жігіттер, кіре беріңдер, келіңдер, Чоп ертіп келген болып тұр ғой, примерно осы иттерді. Чоп, короче деген, сенде уақыт жоқ, біз деген қазір көшеміз, ауылдағы үйге кетеміз, біз ауылда тұрамыз, короче, бүгіннен бастап бар ғой. Мына иттеріңе айтып қой, кемесін бұдан былай бұл үйге, мен бұл үйде көшейін деп жатырмын. Давайте, иттер, кетіңдер деген сендер. Давай, пошел деген, кетіңдер, сендерде орын жоқ бұл жерде деген. Давай, сибалса иттер, давайте, неқта деген, мәзіңдер сендерге деген, майо деген. Мына иттер жота жабай иттер сияқты ғой, бергеле.
берген мынау что-то жабайы ит сияқты достар. Мә саған деп тебеміз. Қашындар давай тек кетіңдер. Мына ит мені тістеп жатыр. Чоп көмектес маған деген. Не дейді тістеп жатыр деймін ба Франклин деп бері келіңдер. Майя деген бері кел. Мә саған. Мә деп тістеп тастаймыз мынаны достар. Қазір тоқтыңдар. Күте тұрыңдар. Мына ит деген Франклинге тиісіп жатқан сияқты. Мына менің. Мына менің егемде деген Франклин тістеп тастапты ғой. Албасыз деген бері кел деген. Достар мынаяқта деген талпа төбелес басталып кетті деген. Талпаға қарсы төбелес басталып кетті деген. Бері кел, сен не қарап тұрсың бұл жерде деген. Мә деп тістеп тастаймыз достар. Мә саған. Мына ит маған қайта жүгіріп келе жатыр достар. Бекетке тістеп алайын мен мынаны деген. Мә саған. Все болды Франклин. Мә достар мына Франклин тістеп тастаған ғой мына ит деген. Мынаны тұрғызып алу керек деген бір нәрсе қылып. Чоп, мынау қандай иттер? Жабайы иттер жинап келгенсің ба әлде? Бұл иттерден қаш менен көмек сұрап келген ба? Сондай бір нәрсе болып тұр ғой. Молодец, Чоп. Мынаның бәрін тістеп тастадың ғой сен деген красавчик. Енді сен бұндай күшті деп ойламаппын, базар жоқ. Жүр, олай болса біз көшеміз, бұл үйден деген. Чоп, ауылға барып тұратын болдық. Енді солай шештім. Джонни деген досың бар ғой. Солың үйіне барып тұрайын деп жатыр. Енді мына үйді сатайын деп жатырмын. Ақша керек. Мына үйді сатып, одан да ауылда екеуміз тұрайық одан да, Қазір мен мына гараждан өзімнің көлігімді алып шығайын деген. Тек Чопты отырғыздық деген. Давай, Чоп, есігін жауып дұрыстап отырып ал деген. Қазір біз ұзақ жол жүреміз, ауылдағы үйге барамыз деген. Тек міне Чопта отырып алды достар, қараңдар мына салонның ішінде тұр енді деген. Кеттік ал олай болса деген. Біз ауылға қарай баратын боламыз. Енді ол жақта өзің жаңадан достар табасың деген сияқты, жаңадан иттер табасың енді деген. Біз сол ауылда тұратын боламыз. Енді біраз уақыт ақша жинап деген, содан кейін қайтадан қалаға көшетін боламыз. Чоп өзі достар молодец ит негізі бар ғой. Чоп үшін смело бір лайк басып, астындағы подписаться деген кнопканы басып қойыңдар. Смело достар, қараңдар Чоп деген осылайна отыр, машинаны былғап тастамаса болды. Негізі артына багажға салу керек. Негізі мына Чопты әлде багажға саламыз ба достар? Давайте қазір мынау багажын ашайық достар. Ашайықшы мынаны деген. Ішіне сиям екен бұл Чоп деген. Сиятын сияқты ғой достар мынау. Давай, Чоп, түс давай багажға деген отырып ал. Сен деген мына салонның ішін былғап тастайтын сияқтысың ғой сен деген. Тек мінекей деген біз трассаға да шығып алдық енді деген. Чоп артта ұйықтап отыр ма, бір нәрсе істеп отыр. Қазір енді ауылға қарай бара жатырмыз. Қазір мынаяқта деген осындай таулардан өтеміз деген. Мынаяқта четырнашкілер трассада қаптап жүр ғой. Немене бөле российский машиналар деген толып кеткен мына жерде деген. Енді осындай X5 мен кетіп бара жатырмын достар, қараңдар басып деген. Мынаяқта бізде сол жағымызда түрме бар, короче айтқан кезде. Енді қазір осы ауылға қарай баратын боламыз. Енді ауылда алыс емес. Анау таулардың арт жағында біздің ауыл бар, короче сол жаққа қарай баратын боламыз қазір деген. Достар, мұнан қараңдаршы, мынаяқта деген өңшең четырнашкі машиналар ғой. Мұнан қараңдар. Мой біреуін соқтым мен деген. Қараңдар достар, неше мынаяқта встречке келе жатқандардың бәрі четырнашкі, мынау да четырнашкі. Мә достар, мына что-то четырнашкілердің трассасында BMW X5 мен басып баратқансың ғой. Деген. Тек мінекей ауылға да жақындап қалдық. Байди деген енді осы жерлерде Джоннидің үйі бар еді. Тек мен что-то адасып қалған сияқтымын. Мынақа деген кемегенге де біраз болды енді деген. Қаяқта еді Джоннидің үйі деген бір баяғы үйі деген прямой кететін еді. Мына жаңа үйіне что-то оңға қарай бұрылып кететін еді достар. Қай жерде еді? Мынаяқтан бұрылатын сияқтымыз ғой. Осындай бір мосттан өтетін еді, әйтпесе деген. Есімде мынаяқта деген. Міне как раз осы бір жерлерде еді ғой Джоннидің үйі деген. Кәні Джонни бар ма екен өз үйінде деген. Айтпақшы мен үйдемін, смело келе бер деп еді. Достар, кәні мына торымыз қашан жүреді екен деген. Мінекей мынаяқта Джоннидің үйін көріп тұрмын мен мына жерде деген достар. Мынау деген Джоннидің ағасы ма біреу сияқты ғой достар. Мынақа көлікті қоя салайық, ешкімге мешет жасамайтын шығар. Чоп, давай түсе бер, келдік біз деген. Ал Чоп, мінекей біз деген келдік. Енді мынау біздің досымыздың үйі. Қазір осы жерде енді біз тұратын боламыз. Короче айтқан кезде жүр кеттік, кәні үйге кірейік. Мынау Джоннидің ағасы ау дейме. Ассалаумағалейкум, Джонни қақта, Джонниді көрмедіңіз ба деген. Джонни деген үйдің арт жағында, бара бер. Все болды, братан, кешіріңіз деген. Қазір Джонни іздеп келген ғой мен деген. Джоннидің дос баласымын. Чоп, мына Чоп деген тістеп отыр ғой мына Джоннидің ағасын. Молодец, давай тістеп таста Чоп. Красавчиксің. Болды, все. Мәссаған Чоп, мына достар, Чоп жалғыз болып барады, зомби болып баратыр ау деймін. Осы көрінген адам бәрін тістеп жүр деген. Мына коммент Джонни деген досым бар, соны тістеп алып жүрме деген. Короче, жүр давай. Мінекей Джонни, ассалаумағалейкум, қалайсың бауырым? Ассалаумағалейкум, қалайсың Джонни бауырым деген. Мәссаған сені көрмегенге біраз болып қалды ғой. Чо там, не жаңалық? Франклин, қалайсың бауырым? Қош келдің ауылға. Енді осы жерде тұра бер. Жақсымын, өзің қалайсың? Жақсы. Сол, міне сенің де итің бар ма мына жерде деген? База жоқ. Қара, мынау мен Чоп деген итім осындай мықты. Бұл анау адамдарды көрсе тістеп ала береді. Короче, абайлы сені де тістеп алмасын деген. Молодец Чоп деген ба аты? Молодец. Менің итім бар мына жерде деген, аты Хаски. Қара,
Опа, ну хаски деген мынандай ит емес па деген достар, парадис дейді ғой. Бұл деген өте ақылды иттердің бірі деп естіп едім осы иттерді. Иә, өте ақылды ит қой бұл деген. Анау мынау бірақ төбелеске жоқ, бірақ қатты жүгіреді, қатты ақыл қатты да бұның деген. Молодец. Мына біздің итте деген күші көп, бірақ деген ақыл жоқ па? Бір нәрсе сияқты мына тілін салаңдатып тұр ғой. Мына қарны ашты ау деймін. Жүр тамақтандырып қайтайық иттерді деген. Давай, смело, как раз менің хаскимде қарны ашып қалып еді деген. Жүр, олай болса деген үйге кіріп жатып демалайық. Үйге де бір үйшік ақ қою керек еді деген бар емес па? Осы бір жерде тұрады. Мынау кім танымайсың ба? Мынаны тістеп тастады деген. Жүр, олай болса жөн үйге кіріп жатып демалайық деген. Ұйықтау керек еді бір.